кешегі видеоның жалғасы. Төсек жапқышты ауыстырып, төсектің үстіне декор жасаймын деп кеше дүкеннен мата сатып алып келдім. Анамның тігіп берген осындай декор жастықтары бар еді. Түсі апельсин түстес, ыңғайлы замоктары бар. Осыған шақтап жастықты жасадым. Менің қолымда тігін тігетін машина жоқ. Қолдан жасап, алдағы уақытта замок салатын болсам деп, оған да орын дайындап кеттім. Бұл тігісім тігіншілерге ұнамас, бірақ қолымнан келгені осы. Бар өнерімді, бар махаббатымды салып тіктім. Дайын болған жастықтарды кереуеттің үстіне қойып едім. Бірдеңе жетіспей тұрған сияқты. Ортасындағы кішкентай қоңыр жастық бұрынғы диваннан қалған жастық еді. Оны да осы материалмен қаптап қойдым. Жастықтардың барлығы бірдей ақ түс болып кетсе, әдемі көрінбей қалатын сияқты. Сосын бұрынғы кереуетті қаптаған материалдың қалдықтары бар еді. Сонымен ортасына бантик жасап қойдым. Ол бантикте алынып салынады. Төсектің үстіне көлденең салынатын декор материалдың атауы қалай екенін білмеймін. Оны тігуге арнайы машина қажет болады. Тігіншіге барып тіктіруім қажет. Ал сіздер менің бүгінгі жасаған жұмысыма қандай баға берер едіңіздер?